Selam dostlar, bugün bizde birkaç kez anlatacağım videoda. Бүгінгі видеоның тақырыбы жаңадан машина алдым дейді. Достар, осы видеоға лайк басып және де подписка басып және де қоңырауын бассаңыздар соңыңыз бізге жетіп жатыр. Ал достар, видеоға кеттік. Достар, ол машина осы біздің бір гаражда тұр. Оған дейін мына джип шорохимен баратын достар. Ал бұл машинаға досымның машинасы, ал енді кеттік достар. Осы машинаға отырып, сол машинамызға мынадан алатын машинаның түрін көрейік. Достар, міне менің қасымда тағы бір джип шорохи тұр. Ол менің досымның машинасы болады. Ал енді сол екеуміз жаңағы қазір айтып жатқанымыз өзіміздің машинамызға барып, соның түрін көретін боламыз, қандай машина екенін, кімнің машинасы, қанша сататынын бәрін көретін боламыз. Ал достар, кеттік ендеше. Оның картасы осы жақтан тіке баса беріп бұрылып келесіздер деді. Ал енді сіз бес беріп қойған сол метрополитен арқылы соған дейін барамыз. Ал енді кеттік. Ал достар, біз сол мекен жайға келіп қалдық. Ал осы жерлерде бір үйде машина сатылады деген. Ал міне келдік достар. Қайсы машина екен осы, BMW ма? Бұл емес достар, бұл жаңарақ BMW деген еді. Мынау ма? Жақсы қаласыздар. Бұл BMW қазіргі хиттердің бірі ғой. BMW i720 ма? Сондай бірдеңе еді достар. Ал енді достар, біз бұл BMW-ның жүрісін және де қандай жылдамдықпен жүретінін бәрін тексеріп көреміз. Алып кеттік достар. Бұл машинаны полный сіздерге көрсетейік. Арты осындай, парасы әлі боялмапты. Мен өзім пинктейтін кезде фарын қызылға астына свет орнатып бәрін сквер қойып пинктейтін боламын. Ал достар, есіктері, баллондары, дискісі маған ұнады, дискісін қалдырамау деймін достар. Түсін саралау қыралау қойсам әдемілік. Салоны бар екен, астандай салон ғой достар бұл жақта. Ал сіздерге тағы да бір рет айтып кетейін достар, осы видеоның ссылкасында описанияға өтсеңіздер жанында бір ссылка тұрады, телеграм ссылкасы арқылы менің телеграм каналыма өтіп осы ендігі видеоны менімен бірге түсіруге болады. Ал достар, сау болыңыздар. Осы ең соңғы видеоға көп рахмет. Ал сау болыңыздар достар.